жауап беріңіз. Мен мына Әділхан деген жұмыспен қамту орталығының басшысының міндетін атқарушы қызметкер скорочевательді өзім алғызып жатырмын дейді. Бірақ ол атаулы көмек емес, бірақ басқаларға мен өзім алғызып жатырмын дейді. Сол рас қой? Көмек емес. Атаулы әлеуметтік көмек емес, бірақ скорочевательді өзіңіз алғызып жатсыз ғой? Иә, мен алғызып жатырмын. Алғызып жатсың. Мына кісі жігітке иә, өзі әкеліп жатыр. А негізінде ол әкелуге міндетті емес. Оны білесіз ба сіз? Әкелуге міндетті емес екен Әділхан, білесіз ба? Білесің ғой? Қажетті міндетті емес деген сөз бар. Жоқ, біріншіден жақсы. Сен маған көрсет. Мен халық әлеуметтік көмекті айтып отырмын. Мен халықпын келіп тұрған. Мен саған құжат тапсырғым келді. Сен менен скорочевать. Жақсы, сен Әділхан енді өзіңді таныстырып жіберші енді видео үшін. Аты жөнің таныстыруға міндеттісің жеке және тұлғалардың өтініштен қабылдау туралы заңға сәйкес. Мемлекет қызметкері туралы заңға сәйкес. Бесік саусаққа дейсің сен. Жоқ, мен сен білемін ғой, Әділхан екеніңді білемін. Жоқ, сен өйтіп маған қатуланып сөйлемесе Әділхан. Сіз мені қатуландырыпсыз ғой. Жоқ, енді өзіңді таныстыршы маған. Өзіңді таныстыршы. Клиент қабылдап отырмын. Өзің, мен сенің рұқсатыңмен кірдім бұл жерге. Өзіңді таныстырып жіберші маған. Мен рұқсат сұраған жоқсыз. Өзіңді таныстырып жіберші. Аты жөніңді. Фамилия? Әділхан Әбілов Әділхан, осы жерде сектор меңгерушісімін. Жақсы. Болды. Скорочевательді алдырып тұтқаныңды мойындайсың ғой тағы. Мойындаймын. Болды. Жақсы. Бірақ негізі дұрыс емес Әділхан сенікі. Заң талаптарына сәйкес емес. Бұл атаулы әлеуметтік көмек емес, тағайдан аламын сізге. Бұл не көмегі? Айтшы. Бұл бағдарламаның екінші бағыты. Ненің қандай бағдарламаның? Нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасының екінші бағыты. Жақсы. Сол бойынша қайтарымсыз кредитке, міне мүгедек бала, жақсы. Үкімет қабылдап жатыр менде. Болды, бір кеттік. Мен түсіндім. Екінші, енді сол құжаттарды қабылдаудың тәртібін көрсетші маған. Қандай құжаттар әкеліп тапсыру керек? Мен көрейін соны. Онда бар ма екен? Скорочевательді сатып өзі әкелу керек деген талап бар ма екен? Еш жерде скорочевательді әкеліп тапсыру керек деген жері жоқ. Енді неге сұрап жатсың енді? Мына құжатты қаяққа тігемін? Мына құжатты қаяққа тігемін? Оны мемлекеттік мекемесіңдер, өздерің қамтамасыз ету керексіңдер. Халықтың арқасында емес. Онсыз да халықтан алып жатқандарың жетеді. Бұл мемлекеттік мекеме толығымен мемлекет жергілікті бюджеттен қамтамасыз етіледі. Бағдарламаның екінші бағыты бойынша ешқандай бұл жерде ешкім шағым жасап жатқан жоқ. Шағым жоқ. Мен қазір айтайын. Бұл халықтар ешкімге де жасап жатқан жоқ. Азаматтық кодексте тұрады. Азаматтық кодекс дейсіз ғой. Жасап жатсыз, жауап жасап жатсыз ба? Жоқ, неге жауап жасап отырмын. Мен өзім құқық бұзушылықты көріп тұрмын. Мен Қазақстан Республикасының азаматы ретінде және де Қазақстан Республикасы Әділхан тоқтай тұрыңызшы. Қазақстан Республикасы құқықтық мемлекет құруға бағытталған мемлекет ретінде, азаматтық қоғам құратын мемлекет ретінде, азаматтық борышым ретінде құқық бұзушылықтарды мен айтуым керек, өйткені менің құқықтық сауатым жетіп тұр оған. Ал құқықтық сауат жетпеген мынандай адамдар өздерің секілді адамдардың айтуымен жүреді. Ол дұрыс емес. Ал сендер өздерің міндеттеріңе сәйкес жұмыстарыңды істеуің керексіңдер. Ренжіме, мен мынаның бәрін енді Фейсбукқа салам, содан кейін жауаптарын мемлекеттік органдар өздері беретін шығар.